Бір ғана инжирдің қаншама пайдасы бар екенін сіз білдіңіз бе? Інжирді қандай дәрінің орнына тұтынуға болады? Інжирді аспириннің орнына тұтынуға болады. Інжирдің құрамындағы эфир майы қан құрамын жүйелендіріп, оның қоюланып кетуіне жол бермейді. Ыстықты қайтаратын дәріні ішудің қажет жоқ. Оның орнына күніне бір інжир жеп тұрсаңыз болады. Сондай-ақ інжир ми жұмысын жақсартады. Інжирді шығармашылықпен айналысатын жандарға жеген жақсы. Мысалы, суретшілерге, композитор, жазушы, ақын және кәсіпорын иелеріне. Олар толассыз ой үстінде жүргендіктен бұл жемістің миға әсері мол. Жоғары температура, ауыз қуысының індеті, бронх қабынуы, тамақ ауруы кезінде. Бір ас қасық уақтап туралған інжирге 2 стакан қайнаған су құйып, 10 минут баяу отта қойыңыз. Салқындатып, сүзгіден өткізіп, күніне 4 рет ішсеңіз болады. Шаршап, әлсіреп, жүйке жұқарған кезде 1 стакан жылы сүтке 4-5 жемісті салып, ашытып, ұнтақтап, күніне 2-4 рет жесеңіз болады. Несеп тас ауруы, цистит, пиелонефрит, несеп төгу кезіндегі аурулардың алдын алады. 3 немесе 5 інжирді 200 мл қайнаған суға салып, 5 минут баяу отта қойыңыз. Кейін жақсылап езіп, тамақтан тыс уақытта тұтынса болады. Інжир қосылған жалпы әлдендіретін салат. Егер бутерброд пен жұмыртқаның орнына күндіз інжир қосылған салат жесеңіз, көпке дейін қарныңыз ашпайды және жүрегіңізге де жеңіл болады. Жалпы інжир қандай дертке дауа? Інжир мен зәйтүн тағамдық және фармацевтикалық құндылыққа ие болғандықтан адам денсаулығында ерекше рөл атқарады. Інжир қақырық себебінен болатын құрғақтықты кетіріп, әсіресе тамақта толық шықпай қалған қақырықты түсіреді. Тамақ, кеуде, суық тию, тұмау ауруларына өте пайдалы. Жүйкелік күшейген адам үшін таптырмас ем. Зәрді көбейтеді. Тәбетті нашар болған кісі үшін аш қарынға жаңғақ немесе миндаль дәнімен қосып жесе, тәбеті ашылады. Әрі суық тиюге қарсы антисептик болып саналады. Геморрой, қан тамырлары ауруына інжирдің пайдасы мол. Бүйрек тасын түсіріп, қуықты тазалайды. Улануға қарсы күресу қасиетіне ие. Кептірілген інжир де өте пайдалы. Мәселен, сүт немесе сумен қайнатып ішсе, қызылша, қышыма ауруларына, ыстық суықтан пайда болған қызаруларға пайдалы. Жүйке жүйесін тыныштандыру қасиетіне ие. Суға қайнатып, ауыз қуысын шайса, ет-жиек жараларына, ауыз қуыс жараларына ем болады. Інжирдің жүкті немесе бала емізетін аналар үшін орасан зор пайдалары бар. Інжирді піскен немесе шикі күйінде пайдалануға болады. Сондықтан оны жылдың кез келген мезгілінде қолдана аламыз. Жеуге болмайтын жағдайлар да бар. Кімдерге інжирді жеуге болмайды? Інжир ішектері қабынған немесе қант диабеті ауруына шалдыққан адамдарға көп пайдаланбаған жөн. Сондай-ақ інжир жеу бауыры әлсіз адамдарға және ас қорыту жүйесі ауыратын адамдарға насихат етілмейді. Себебі інжирдің құрамында қант және ақуыз мөлшері өте жоғары. Ал егер бұл аурулар сізде болмаса, інжирді күнделікті тұтынуыңызға болады. Видео сізге пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.